Адамдар әжім күлгеннен пайда болады деп ойлайды. Шындығында олай емес. Негізінен темекі шеккеннен, күннің астында көп жүргеннен жұқпалы аурулардан бетке сызат түседі. Ал бетіңізде әжім болмау үшін мамандар фейс-фитнеспен айналысуға кеңес береді. Фейс-фитнес деген не? Оны қалай үйренуге болады? Көрейік. Қайырлы таң көрермендер, менің есімім Бақыт Али, мен фейс-фитнес жаттықтырушысымын. Бүгіннен бастап мен сіздерге дене және бетке арналған жаттығулар жиынтығын көрсететін боламын. Таңертең оянғанда көбіміздің мәселеміз болып табылатын бұл бет ісігі. Соған, яғни бет ісігіне арналған массажды мен сіздерге көрсетейін. Яғни қолымызды мойынның үстіне қоямыз. Және ақырын қолды бұғанаға қарай бағыттаймыз. Өз кезегінде лимфодренаждық массаж деп аталады. Яғни екінші қолды да мойынға қойып, яғни адам өз-өзіне жасай алатын таңертеңгі ең қолайлы массаждардың бірі болып табылады лимфодренаждық массаж. Осылай, яғни 30 секунд таңертең оянған кезде жасайтын болсаңыз, беттің ісігін бір 5 минутта, яғни кетіруге болады. Келесі жаттығу бұл басқа арналған жаттығу. Бұл жаттығуды орындау үшін шашымызды жіберген ыңғайлырақ болады. Яғни басымызды шашымыздың түбіне қоямыздаған, яғни массажды бастаймыз. Яғни бір массажды 30 секундтай уақыт жасаймыз. Тағы айта кетерлігі, яғни таңертең және кешке жасасаңыз болады, және айналдыра отырып. Бұл массаж өз кезегінде қан айналысымын жақсартуға, және де әжімдердің алдын алуға бірден бір профилактика болып табылады массаж. Бұл массажды жасап болғаннан кейін міндетті түрде шашымызды алдынан артына қарай өте терең деңгейде саусақтарымызбен тараймыз. Екінші жаттығу бұл жақ бұлшықеттерімізді міндетті түрде босатамыз. Өйткені қандай да бір стресс болсын, қандай да бір көңіл күйіміздің нашарлығы болсын, ең бірінші соққыны осы бетімізде жақ бұлшықеттер алады екен. Сондықтан да оны міндетті түрде күнделікті, яғни босату керек. Аузымызды О әрпінде жасаймыз бірінші. Үстіңгі ернімізді астына қарай кішкене, яғни тартамыз. О. Өйткені тек осы позицияда ғана біз жақ бұлшықеттермен өте терең деңгейде жұмыс істей аламыз. Егер байқасаңыздар, жақ бұлшықеттері, яғни басып көрсеңіздер, өте терең деңгейде бұл кішкене ауырсыну сезімін тудырады. Және екі жақ сүйектің астынан қолымыздың сыртқы жағымен төменге қарай, яғни созамыз. Бұл жаттығу өте баяу жасалады, яғни бір төменге түсіру, яғни екі қолымызды бір 5-7 секунд алу керек. Міне қымбатты көрермен, бүгін осымен біздің жаттығуымыз аяқталды. Келесіде басқа өзге де жаттығуларды көрсететін боламын. Әдемі болуға сіз де лайықсыз.